Аят мырза, қош келдіңіз. Аят Сүгірбай, кәсіпкер, қоғамдық кеңестің мүшесі. Мына биографияңызды қарасам, кезінде осы Ақтаудағы ең жас депутат болыпсыз. Қазір Ақтау қаласы әкіміне кеңес беріп жүрсіз, яғни штаттан тыс кеңесшісіз. Былайша биліктің айналасында жүрсіз, бірақ мемлекеттік қызметте емессіз. Мемлекеттік қызметке барып, ел басқарып, билікке барып, жалпы мынау халыққа қызмет ету ойда бар ма? Енді халыққа қызмет ету білімнен емес мінезден дегендей ғой. Мен өзім көзқарасым бойынша халыққа қызмет ету үшін міндетті түрде мемлекеттік қызметкер болу шарт емес. Кез келген адам халыққа қызмет ете алады. Бар болғанда ниет болу керек, манағы айтқан мінез болу керек. Енді алдағы уақытта мүмкін мемлекеттік қызметке барып та қалу мүмкін, бірақ енді жақын арада бір жылдықта ондай жоспарда жоқ. Жалпы енді болашаққа көз жүгіртсек, әкім болмаса министр, я болмаса сонда бір лауазымды өзіңізді елестете аласыз ба? Әрине елестете аламын. Ой дейтін адамда жүйрік қой, оған шек жоқ қой. Керек десеңіз президент болғанымда елестете аламын. Бірақ дегенмен де мына мемлекетімізде, елімізде болып жатқан процестерге назар аударуымыз керек қой. Әлің келмеген шоқпарды беліңе байлама деген тағы бар. Сондықтан мүмкіндігімізше, шама-шарқымызша қызмет етеміз. Әрине жоғарғы лауазымда болғанды, ел басқарғанды кім қаламайды. Бірақ дегенмен де әркімнің қабілеті болу керек. Қазақта әдемі сөзі бар ғой. Хан болмаған хан болса, жайламаған сай қалмас дейді. Сол сияқты адам бойында қабілетіне қарай қозғалу керек шығар деп ойлаймын. Бәлкім қазір таңда кейбір күрмеу шешілмей тұрған мәселелер осындай кейбір лауазымды тұлғалардың білімі болғанмен қабілетінің жоқтығынан да болатын шығар деп ойлаймын өзім басым. Енді күні кеше партия ішілік іріктеу праймериз басталды. Құжат тапсырылып жатыр. Осы саяси науқанға қатысу ойда бар ма? Жалпы енді қатысу ойда бар. Жалпы енді қазақ өзі жылқы мінезді халық қой енді. Сондай бәйгі көрсе, топ көрсе, арқа қозады ғой енді. Жалпы қатысам деген ойым бар. Мана өз сөзіңізде айттыңыз ғой, 2007 жылы алғаш рет мен сайлауға қатыстым. Сол кезде де осы праймериз арқылы өткен болатынбыз. Бірақ ол кезде ол пилоттық жоба ретінде болды праймериз. Сол праймериздің, алғашқы праймериздің кандидат ретінде сол кездегі тәжірибе бар екен ғой. Тәжірибе бар, иә. Сол кезде өттік. Енді ол кезде жасымыз 24-те қуат тасып жатыр дегендей қан қызу додаға түстік те кеттік. Енді жеңіп шықтық. Құдайға шүкір. Бәрі жақсы болды. Сондықтан осы жолда қатысқым келеді. Жалпы елдік мәселеге араласқым келеді. Ол енді манағы айтқан мінезден шығар деп ойлаймын. Мен мамандығым да, оқыған оқуым да, ол заңгерлік мамандық, бірінші мамандығым. Мұндай қоғамдық саяси жұмыстармен айналысуды көздемейтін мамандық былай, тікелей айтқанда. Бірақ дегенмен де ол бойдағы қабілет, бойдағы қасиет, елге қызмет ету, анамыздың сүтімен, әкеміздің қанымен дарыған болу керек енді. Енді басында ата-анамда сын болды. Бұл ақша төлемейтін жұмыс, саған не қажеті бар, өзіңнің кәсібіңді дөңгелетіп жүре бермейсің ба деген бастапқыда сындар болды. Не керек деп па? Иә, бірақ енді бір уақыттары кішкене кәсіппен көбірек айналысып, қоғамдық саяси жұмыстардан қол үзіп қалған кездер болды. Енді бұл да бір жаңағы ақын адамның шабыты сияқты. Отырғызбайды, жатқызбайды. Сол елдік мәселеге араласқым келеді тұрады. Сосын енді ата-анама айттым енді. Ел үшін туған болсаңдар, баталарыңызды беріңіздер. Иә, деп. Ол кісілер енді әрине батасын береді. Қазір риза олар. Бәрекелді. Әлеуметтік желіде қоғам белсендісі Рима ханым сізді мәжіліс депутатына лайық деп танытты және ұсыныпты. Өз ойыңыз?
Енді әркімнің өзінің пікірі бар ғой, дұрыс па? Ол Римма ханымның жеке пікірі деп есептеймін. Себебі ол кісіде өзіндік пікірі бар, ойы бар, біреудің ықпалында, біреудің жетегінде кетеді деп ойламаймын. Сол жазба шыққаннан кейін екеуміз телефонмен сөйлестік, мен соқтым ол кісіге, сұрадым, бұл қалай? Ол өзімнің пікірім, өзімнің ниетім деді. Мен жастардың барғанын қалаймын деді. Қоғамда оң өзгеріс болғанын қалаймын деді. Сондықтан осындай ақпарат жаздым деді. Енді біз оған қарсы да емеспіз. Енді манағы айтқан Халық қалап жатса дейсіз ғой. Иә, енді алдағы уақытта оны дода көрсетеді ғой енді. Дода көрсетеді. Енді бірақ жалпы өзім қандай жұмыс болса да алып кетуге қабілетім бар деп есептеймін. Дайынсыз. Дайынмын. Осыдан 1-2 жыл бұрын бір кездескенімізде сіз ол кезде Фейсбукта жоқ едіңіз. Сонда неге тіркелмейсіз деп сұрадым. Әлеуметтік желінің пайдасынан гөрі зияны басым дегенсіз. Қазір ол ойыңыз өзгерді ме? Қазір енді біз заман талабына сай, біріншіден, екіншіден қызметтік бабымызға қажет болғандықтан мен жеке өз басым әлеуметтік желіге тіркелдім. 1 жыл 2 ай болыпты әлеуметтік желіде, Facebook әлеуметтік желіде отырғаныма. Енді сол пікірдемін, жалпы пайдасының гөрі зияны көп, бірақ ол адамның өзіне де байланысты. Сағаттап отыра берсеңіз, әрине уақытыңызды жоғалтасыз. Ал егер де тек қана қызметтік бабыңызға пайдаланып қана пайдалансаңыз, оның пайдасы жоқ емес, пайдасы бар. 1-2 ауыз сөзбен зиянын және пайдасын айтып кетіңізші, мысалы. Енді осы 1 жыл 2 ай. Енді әлеуметтік желі дейтін, былай айтқанда, ешқандай фильтрден өтпейтін дүние ғой өзі бір. Неше түрлі ақпарат бар. Сондықтан содан қауіптенеміз. Осы орайда мен бір елбасының бір сөзін есіме түсіп отыр. Россия 24 дейтін Ресейдің каналы бар. Сол каналға сұхбат берді сол кісі. Сол Ресейдің журналисі сұрақ қойды біздің сол кездегі президентімізге. Иә, елбасыға. Қазақстанға тікелей төніп тұрған қауіп бар ма деп сұрады. Сол кезде елбасы айтты, енді біз көршілерімізбен, алыс жақын көршілерімізбен жақсы қарым-қатынастамыз. Тікелей қауіп көріп тұрған жоқпын деді, бірақ бір нәрседен мен секем алам деді. Ол не дегенде, ол интернет, соның ішінде әлеуметтік желі деді. Қазір өзіңіз білесіз, көптеген мемлекеттерде келеңсіз жағдайлар орын алады. Оның инфраструктурасы болып, жалпы қарым-қатынаста осы әлеуметтік желілер үлкен рөл ойнайды. Сондықтан қазіргі әлеуметтік желідегі ақпараттың көбі ешқандай фильтрден өтпейді. Санасы қатаймаған азаматтарға ол зиянды болуы мүмкін. Мен бұл жерде тек өзіміз үшін айтып отқан жоқпын. Жалпылама қоғамды алып отырмын. Ал бұның күші дұрыс пайдалансаңыз, бұның күші бар екенін біз көріп отырмыз. Пандемия кезінде біздің осы аймаққа келген гуманитарлық көмектер бар, дәрі-дәрмектер бар. Солардың дұрыс таралуына бақылау жасап, және мына штабтың жұмысына көмектесіп жүрдіңіз. Және өзіңізді осы парақшаңыз арқылы ақпарат беріп, тіпті тікелей қосылымға шығып, халыққа хабардар етіп жүрдіңіз, оны көрдік. Сонда кейбіреулер өзіне пиар жасап жүр деп сөкті. Онда байқадық әлеуметтік желіде. Жалпы пиарды жақсы көресіз бе? Пиарды шамадан тыс болмаса, ол да қажет қой. Енді адам былай айтқанда жұмысын көрсету үшін, болмаса бір өзін таныстыру үшін бұл да керек нәрсе. Сондықтан біз сол заманауи құралдарды пайдаланамыз. Жалпы өзім пиарға оң көзқараспен қараймын, бірақ ол шамадан тыс болмау керек. Енді жаңағы гуманитарный көмек демекші, біздің мақсатымыз халықтың белсенділігін арттыру болды. Сондықтан біз оны көрерменге көрсетуіміз керек болды, жариялауымыз керек болды. Осы карантин кезінде көптеген кәсіпкерлер шығынға батып, оларға оңай болған жоқ. Енді сіз де кәсіпкер ретінде білеміз. Жалпы сізге бұл карантин, сіздің отбасыңызға қалай әсер етті? Енді қаржылық көрсеткіштеріміз түсіп кетті.
Карантиннің басталған алғаш күндерінде енді отбасымызға айттық, кішкене бір оптимизация дейтін болады. Мына карантин қанша жалғасады, ол біз білмейміз, және қандай жағдайда болады. Сондықтан 3 күндігін ойламаған әйелденбес, 3 жылдығын ойламаған еркектенбес демекші, бір аяқ алысымызды да қарап, ойланып, бұрынғыдай арқаны кеңге салмай, кішкене бір шектеулі режимде өмір сүруге тура келді. Жаман емес, жақсы, ешкіммен кем болған жоқпыз. Бір ой түйетіндей, қайта бір кейбір нәрселерді қайта қарайтындай жағдайлар болды. Кез келген нәрсенің жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар ғой. Жақсы жағына көбірек үңілуге тырыстық. Денсаулықтың ең бірінші байлық денсаулығы екенін көп адам түсінген сияқты. Жалпы өзінің денсаулығына, өміріне немқұрайлы қарамау керектігін түсінген сияқты. Жалпы ақшаға қалайсыз? Ақшаны жұмсау? Қолымда ақша тұрмайды мен. Тез жаратып қоямын. Ол да жақсы қабілет шығар деп ойлаймын. Тез жарататын адам, ол тез ақша тапқысы келеді. Көп жарататын адам көп ақша тапқысы келеді. Ал үнемшіл адам, ол үнемдеп отыра береді. Ақшасы жаратылмағаннан кейін, ода ақша табудың мұқтаждығы да аса қатты болмайды. Қолыңызға сиқырлы таяқ тиген жағдайда елімізде нені өзгертер едіңіз? Қай саладан бастар едіңіз? Идеологияны өзгертер едім. Ең бірінші. Ең бірінші. Көңіліңіз толмайды ғой өйткені? Әрине толмайды. Оны кешегі біз пандемия кезінде де көзімізге оттай басылды бәрі. Мәдениеттің төмендігі, пандемияның алғашқы күндерінде ең азы алысқа бармай қойық таксидің 1000 теңге болып кеткендігі. Сонда мен ойладым, заманы түлкі болса таз болып шалатын қазаққа не болған? Бір-бірін етін жеуге дайын тұр. Аптекадегі жағдай, жалпы қай саланы алмасаңыз да көп нәрсенің пердесі ашылды ғой. Бар, байлық бар, барлығы да бар. Бірақ бізде жаңа жетіспей тұрған сол идеология жоқ болып тұр. Ақшадан бұрын ақыл керек бізге. Ақыл деп отқанымыз жаңағы идеология. Ол мұрат болу керек. Мейлің ол көше сыпырушысы болсын, жоғары лауазымдағы азамат болсын, бұлардың барлық талпынысы мықты мемлекет қалыптастыруға талпыну керек. Ал бір мақсатқа. Сіз қандай әкесіз? Менің әңгімем осы 2 жыл бұрынғы әңгімемізде балаларыңызға ұялы телефон бермейтініңізді айтқансыз. Бүгінде сабақтардың бәрі онлайн өтіп жатыр, қашықтықтан. Жағдай қалай болып жатыр қазір? Мен жалпы өзім қатал екенмін. Қазақта сөз бар, балаңды аясаң аяма дейді. Балаларыма бір-ақ телефон бар, барлығына бір телефон. Алыс сапарға кеткен адам соған береміз. Қазір ұлым Түркістан қаласында оқу жаттығуында спортпен шұғылданады, соған беріп жібердік. Бірақ интернет желісіне ол қосылмайды. Тек байланыс үшін. Тек байланыс үшін. Себебі оларға ол қажет емес. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар, шегі бар ғой. Олар қазір көбірек тәрбие, көбірек көркем әдебиет оқитын кезде шақтары. Ертең ол өзінің уақыты келгеннен кейін, әрине біз оған заманның технологияларын үйретеміз, кәсіп үйретеміз. Бірақ оның бәрі реті болу керек. Біз шекпенді, пиджакты киместен бұрын көйлек киеміз. Сол сияқты ғой, бір әр нәрсенің өзінің орны бар ғой. Сонда өзге балалар сияқты компьютерлік ойындарды ойнамайды, әлеуметтік желіден бір қызықты мультфильмдер қарамайды ғой? Жоқ, әлеуметтік желіде қызықты мультик бар деп кім айтты сізге? YouTube каналдарынан. Енді ол біз телевизорден өзіміз тауып береміз. Содан қарайды. Қазақша мультиктерді енді қарап тауыстық, шынын айтсақ. Бізде қазақтың мультипликациясы бай емес қой, онша-монша. Көп мультик жоқ, бірақ енді солардың басым көпшілігін қарап бітірді. Ал енді сабаққа келетін болса, ол телевизордан оқиды. Ол сотовый телефоннан оқу міндетті емес. Компьютер бар, содан оқиды. Жалпы. Бірақ телефоннан сабақ оқиды дегенде мен өзім қолдамаймын. Бұның зияны көп қой. Олардың әлі санасы қатаймаған балаға мен бұны беруге қорқамын. Ойыңыздағы өзіңізге ұнамайтын 3 кемшілік? Өзіме ұнамайтын 3 кемшілік па? Енді әлде жоқ шығар? Жоқ, енді кемшіліксіз адам болмайды ғой. Кемшіліктер бар шығар бойымда.
Енді шапшаң адам. Бір нәрсе көздесем, соның тезірек болған қалай. Кей кезде байқаймын, ол кедергі келтіретін тұстарда болады. Сосын сабырға келеміз. Сабырға шақырамыз өз-өзімізді. Бірақ енді ол жас ұлғая келе, өзі реттеліп келе жатыр. Бәлкім ол жастық шығар, қызуғандық шығар. Сосын тағы бір кемшілігім, менің өзімнің ойымша, кей кезде ақ көңілдік білдіріп қоямын. Сосын енді кемшілік емес, енді жомарттық дейтін жақсы қасиет қой. Бірақ енді кей кезде тіпті астымдағы атымды да беріп жіберуге дайын тұратын жағдайлар болады. Енді заман басқаша болғаннан кейін бұл кемшілікке айналып бара жатыр. Биыл Ұлы Абайдың туғанына 175 жыл. Енді ол кісінің шығармаларымен таныс деп ойлаймын сізді. Қара сөздері, өлеңдері, әндері бар. Содан бір ауыз үзінді оқып немесе айтып берсеңіз. Енді қазіргі заманда маңызды болып тұрған 5 нәрседен қашық болуымыз керек қой. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 нәрседен қашық бол. Абай атамыз айтқандай, сол бір ғасырдың бұрын айтса да, әлі күнге дейін маңызды. Сол кей кезде ойлаймын, сол заманда Абай атамыздың тұсында басталған кейбір ауытқулар ұласып біздің заманымызға дейін жетті. Сондықтан ол кісінің сөзі әлі маңызды. Хоббиіңіз, енді соңғы сұрақ қойайын, бұл енді оннан сұрақтан асып кетті. Енді бала кезімде көгершін бағатынмын. Сосын енді жоғарғы оқу орнына түскеннен кейін ол хоббиден қол үзіп қалдық. Көгершін ұшып кетті. Иә. Кейін енді осындай бір елдік мәселеге араласқаннан кейін қазіргі таңда бұл хобби болып кетті. Қолым босаса осы жұмыспен айналысамын. Хоббиіңіз қоғамдық жұмыстар. Былай айтқанда, хоббиім қоғамдық жұмыс. Мен бұл жерден табыс таппаймын ешқандай. Маған ешкім айлық төлемейді. Мен ешқандай материалдық мақсат көздемеймін. Бұл маған хобби, бұл жанның рахаты үшін. Мен бір адамға пайда тигізсем, мен жаныма рахат болады. Рахмет, шынайы сұхбат болды деп ойлаймын. Сізге рахмет. Алдағы қатысатын праймеризде сәттілік тілеймін. Рахмет.